Ассалаумалейкум достар, баршаңызға есімім Қыран. Бүгін сіздермен eBay жайлы сөз қозғайтын боламыз. Сіздерді мазалайтын бірнеше сұрақты мен дайындап қойдым. Осы сұрақтарға толық жауап алғаннан кейін eBay-ға кіріп жұмыстарыңызды бастай берсеңіздер болады. Бірінші сұрақ достар, eBay деген не? eBay әлемдік маркетплейс, сіздер білетін Wildberries, Озон, Каспи сияқты маркетплейстердің аналогы, және бұл бүкіл әлемде жұмыс істейтін маркетплейс, әлемдегі топ 3 маркетплейсқа кіреді, және ең қызығы әлемдегі ең сенімді маркетплейс. Бұл жерде активный 180-200 миллион адам аудитория бар, активный, яғни күнделікті eBay-ді қолданатын басым көпшілік аудитория ақш және Европа халқы. Сіздер мен біздерде дәл осы аудиторияға товар сататын боламыз. eBay-дің Wildberries пен Озонға ұқсамайтын жері бар. Енді сіздерге түсінікті болу үшін системасы больше OLX-қа келеді десем болды. Себебі бұл жерде ешқандай да IP-то керек емес кіргеніңіз үшін, және ешқандай да сертификат қажет емес. БУ товар, новый товар, кез келген товарды сата аласыз. Тек біз білетін маркетплейстерден минимум 100 есеге үлкен десек болады. Екінші сұрақ достар, eBay-да клиент шықпай қоймай ма? Бұл барлығы мазалайтын сұрақ. Егер біз Қазақстанда отырып, осыған дейін Wildberries, Озон келмей, Каспидің да жоқ кезінде Инстаграммен 200 подписчикпен отырып товар сатып үйренген болсақ, дәл сол жерде де клиенттер шығатын болса, 200 подписчик емес, 200 миллион аудиторияға міндетті клиент табылады. Және ең қызығы, eBay-да батыс халқының не сұрап отқанын, қандай товар алғысы келіп отқанын білетін болсаңыздар, eBay-да точно клиент шығады. Енді осыған дейін 2-3 күн, максимум 5 күннің ішінде кез келген товарларымыз, біздің де және студенттеріміздің де товарлары сатылып отыр. Сондықтан бұл eBay-дан клиент таппасаңыз, онда сауда істеуіңіздің қажеті жоқ деп ойлаймын. Үшінші сұрақ достар, қанша мемлекетке сата аламын? eBay-да 150-160-тан астам мемлекет жұмыс істейді, клиенттері бар, бірақ біздің көздеген аудиториямыз, біз отырып Африкаға, немесе араб елдеріне, Азия халқына, Қытай, Японияға товар сатпаймыз. Біз eBay-да ақш, Канада және нацеленный Европа халқына сатамыз. Бұны неліктен екенін түсіндіріп өтейін. Себебі аудитория платежеспособный, яғни Европа мен ақш халқының орташа айлық табысы $6,000-8,000 құрайды. Бұл 3-4 миллион теңге біздің теңгемен. Демек, біздің сататын товарларымызды батыс халқы қиналмай алады. Осыншама үлкен маркетплейстің ішінде басқа мемлекеттерге нацеленный жұмыс істеудің қажеті жоқ, және региональный аккаунттар бар. eBay.d германянки, eBay.s испанянки, eBay.uk англиянки деген сияқты осындай региональный аккаунттармен eBay.com жалпы бүкіл әлемдік аудиторияға сататын боламыз. Ал ақырын тестировать етіп, тіпті Африка халқының сұранысына байланысты, Оңтүстік Американың халқының сұранысына байланысты, тіпті Таяу Шығыс Азия мемлекеттерінің сұранысына байланысты тестировать етіп шыға берсеңіз болады. Ең бірінші сіздің нацеленный жұмыс істейтін мемлекетіңіз бұл ақш. ақштан бастайсыз, әрі қарай Европа, тағы басқа мемлекеттер кете беретін болады. Келесі сұрақ достар, доставкасын қалай жасаймыз? Бұл өте маңызды. Бұл бізде Wildberries бар, Озон бар, тағы да басқа маркетплейстерде біз Алматы, Астана қаласында арнайы складтарға, сортировочный центрға апарып жібереміз. Немесе басқа қалада, ауылдарда тұратын болсаңыздар, осыған дейін fulfillment складтарын қолданған болуларыңыз мүмкін. eBay-дің ең жақсы жері қандай? Кез келген адам жұмыс істей алады бұл жерде, және eBay-дан доставканы Қазпоштамен, немесе DHL-мен, немесе бүкіл әлемдік доставка істейтін компаниялар арқылы кез келген мемлекетке өзіңіз жібере аласыз. Енді бізде Қазақстанға ең доступный почта бұл Қазпошта. Ең қызығы, Қазпошта сіздің отырған ауылыңыз, ауданыңыздан әлемнің кез келген жеріне, тот же самый сіздің болашақ клиентіңіз ақшқа, Европаға тікелей жеткізіп береді. Келесі сұрақ достар, eBay-да доставка қанша уақытта жетеді? Қазпоштамен жіберсек, тіпті Қазақстанның ішінде бір қаладан бір қалаға апталап товар жетуі мүмкін. Ал международный доставкада мүлдем олай емес. Обычно әдетте біздің студенттердің товарлары және біздің товарларымыз бір апта 10 күннің ішінде ақшқа, Европаға жетіп жатады. Бұл нормально, себебі сіздердің товарларыңыз самолетпен жіберілетін болады. Естественно, бағасы әдеттегіден жоғары. То есть бір товар, бір әдеттегі сумка ақшқа $28-30 жетеді. Біреу үшін көп болуы мүмкін, но естественно сіздің сатып жатқан сумкаңыздың құны $3,000 сатылып жатқан болса, поставщиктен сіз оны $2,000 сатып алдыңыз, $3,000 саттыңыз, ортасында $1,000 пайдаңызды көрсеңіз, мен ойымша $30 доставка деген ешқандай да
әсер етпейді. Және ең қызығы екі функция бар. Доставканы сіз өзіңіз төлеп жіберсеңіз болады, немесе арзан товар сатсаңыз доставкасын төлегіңіз келмесе клиент өзі төлеп күтіп алады. Екі функцияның бірін товарды объявлениеге қойған кезде таңдайтын боласыз. Енді ең дұрысы доставканы өзіңіздің төлеп жібергеніңіз. Бұл психологический тұрғыда клиенттің сіздің товарыңызды сатып алуға 5 есе жоғары әсер етеді. Доставка жағынан басқа да компаниялар бар. Тот же самый международный DHL бар. DHL мен де жіберсеңіздер болады. Доставка ең қысқа уақытта жетеді. Бұл жағынан уайымдамаңыздар. Енді қазір маркетплейстармен көп жұмыс істеген адамдар бар, уайымдауы мүмкін. Тот же самый Валберста кейде 10 күн деп 20 күн, 1 айда жетіп жатады деген сияқты. Ал eBay бұл системаны сіздерге қалдырған. То есть өздерінің жеке доставка жасайтын курьерлік компаниялары болмағандықтан доставканы сізге берген. То есть сіз клиентіңізге максимально қандай условия жасай аласыз, соншалықты өзіңіздің табысыңызға жақсы. Келесі сұрақ, достар, товар возврат болса не істеймін? Өте әдемі сұрақтардың бірі. Себебі Валберста киімнен каждый 4-ші товар, яғни 25% товар возврат болады. Ұсақ түйек товарлардан шатыспасам 19%-ға дейін возврат болады. Ал eBayда орташа статистика возврат болу 4%, яғни 4%. Каждый 100 товардың 4-еуі ғана возврат болады. Және ең қызығы, опять же eBay сізге мүмкіндік берген, товарды возвратпен сатуыңызға болады, немесе возврат жасауға болмайды деген функцияны таңдап сатуыңызға болады. Естественно, возврат жасауға болатын мүмкіндік берсеңіз, сіздің мүмкіндігіңіз, товарыңызды сатылу мүмкіндігі көбейеді. Себебі клиентте ешқандай күмән болмайды, егер жақсы товар сатып жатсаңыз. Ал егер товар возврат болды, белгілі бір брак шықты деген жағдайда, клиент товарды возврат жасаған кезде обратный доставканың ақшасын өзі төлеп беретін болады. Яғни сатушының сізбен біздің қалтамызға ешқандай да минус кетпейді. Және товарыңыздың сіз жіберген күйінде аман-есен келуі міндетті түрде қадағаланады. eBay осы үшін де әлемдегі ең сенімді маркетплейс деген атаққа ие. Енді возврат жасатпаудың, возврат болмауының әртүрлі жолдары бар. Оны біз сіздерге үйрете жатамыз. Қандай товарлар возврат көп болады, қандай товарлар возврат болмайды, тіпті мүлдем возврат болмайтын товарлар да бар. Енді бұның барлығы информация сіздерге беріледі, бірақ мен бір нәрсе айтқым келеді. Жалпы менің байқағаным, батыс халқы сізден 2000-3000 долларға немесе 1000 долларға, тот же самый 100-200 долларлық товарлардың өзін алып, сонау ақштан заказ беріп сізге обратно товарды жіберу миға сыймайды. Себебі олар 100 доллар, 200 доллар олар үшін абсолютно ақша емес. Қаншама эмоциямен күтіп отыр сіздің товарыңызды алуға, қолына алып, жаңағы товарды қолдануға, ол адам бір кішкентай мелочь үшін обратно сізге жібермейді. Тіпті клиентпен сол арада SMS арқылы хабарлассаңыз болады. eBayда ол система қарастырылған. Бастауға қанша ақша қажет? Опять же, екі түрі бар. Ақшасыз дропшиппингпен бастауыңызға болады, және ақшамен бастауыңызға болады. Ақшамен бастасаңыз, өзіңіздің мақсатыңызға қойған бір цифра, то есть 5000 доллар айына үнемі тапқым келеді деген мақсат қойыңыз мүмкін. Тез жетесіз, ақшаңыз болса, ақшаңыз болмаса, әдеттегіден кешірек жетуіңіз мүмкін. Ең қызығы eBayда лимит беріп отырады. То есть сіз кіре салып, мен 100 000 долларға товар салып сатып жүремін деген жоқ. Сізге 500 доллар, 1000 доллар, 2000 долларлық бір лимит береді. Соны біткеннен кейін ол 4000, ол 8000 доллар, 16000 долларға деген сияқты лимитіңіз көбейе береді. Осылай сіздің, то есть сатушының қолында қаражаты болмаса да оборотының жайлап көбеюіне мүмкіндік берген. Ең қызығы eBayда бастапқы уақытта сіз сабыр ете алатын болсаңыз, өте үлкен ақша бар. Сұраққа толық жауап алдыңыздар деп ойлаймын. Ақшасыз да, ақшамен де бастай аласыз. Енді ақшамен в среднем бастап отқан 100 000, 200 000 теңгемен оңай бастап оборот алып кетуіңізге болады. Тек разницасы уақытта ғана. Және ең қызық сұрақтардың бірі, енді бұл өте орынсыз сұрақ деп ойлаймын, бірақ қойылады бізге. eBayда қанша ақша табуға болады? Енді кәсіпкер ретінде сіз өзіңіздің қанша ақша тапқыңыз келеді? Дәл осы eBayға кіріп, басында кірген кезде өзіңізге мақсат қойып, настроймен бастаған кезде миыңызда бір в любом случае цифра болу керек. Мен осы жерден осынша ақша табуыма болады, осынша ақша тапқым келеді деген сияқты. Сол ақшаға немедленно жетуіңізге болады, егер сіз біз берген методиканы қолданып отырсаңыз. Енді басқа маркетплейс, мен опять жаңа да айттым, ұсақ түйек жерлерден саудада всегда ақша бар, бірақ
бүкіл әлемге сауда істеп, сіздің басыңыздағы eBay-дің меркасында өте кішкентай $5000, $10,000 ақшаны таппасаңыз, бұл проблема деген сөз. Европаның селлерлары, ақш-тың өзінің селлерлары в среднем $60,000, $70,000 средний табыста отырады. Демек, ол нәрсені бізге де сізбен бірге жасауымызға болады деген сөз. То есть, басыңызда бір рамка болатын болса, осыған дейінгі маркетплейстерде, Валберста бізде студенттер көп, Валберстан eBay-ға келіп істеп жатқан сол студенттердің проблемасы, мен Валберста 1,5-2 миллион ғана таптым, әрі қарай өсе алмай қалдым деген сияқты. eBay Валберстан как минимум 10 есе үлкен маркетплейс, сондықтан ол рамкаларыңызды шешіп тастай берсеңіздер болады. Ең бастысы айтқандай, табыс ай сайын өсіп отырады, осы нәрсеге дайын болсаңыздар. Келесі сұрақ, достар. Кімдер айналыса алады, кімдер айналыса алмайды? Абсолютно кез келген адам айналыса алады. 18 жастан жоғары болсаңыз, енді бізде бір студент бар, 16 жаста тіпті өзінің мамасының атынан аккаунт ашып жұмыс істеп жатыр. Және кімдер айналыса алмайды? Енді бұл өте бір банальный сұрақ болуы мүмкін, бірақ айналыса алмайтын адамдар, егер сіздің осыған дейін жұмыс істеп бір жерден ешқандай нәтиже шығаруға тырыспайтын болсаңыз, действительно алмаппыз, аузыма түсіп, мен eBay-дің бүкіл әлем нарығына кірдім ғой, давай мен қалтама жаңа Каспий Голдыма долларовый счет ашып, доллармен ақша түссін деген нәрсе болмайды. Естественно, әрекет ету керексіз. eBay үлкен нарық, ол жерде де үлкен селлерлар, сатушылар бар, естественно, клиенттер де өте үлкен. Сондықтан сізде үлкен жұмыс істеу керексіз, дұрыс ережемен жұмыс істеу керексіз. Былайша грубо айтқан кезде халтура жасауға болмайды. Қазір кіріп алып, біресе істеймін, біресе істемеймін, болса болар, болмаса қояр десеңіз, бұл жерден нәтиже шығаруыңыз қиындау болады. Ал енді eBay-дан дұрыс жұмыс істеп ақша таппау бұл мүмкін емес нәрсе. Сондықтан егер бастап жатсаңыз, настроймен келсеңіз, міндетті түрде айналыса аласыз. Ең бастысы бастапқы тіркелу кезін бір 10-15 күндік срок уақыты бар. Осы кезде өте құнды ақпараттарды алып, өте пайдалы өткізсеңіз, в принципе, сіздің аккаунтыңызбен нәтижеге жетуге болады. eBay-да аккаунттың дәрежесі өте маңызды. Келесі сұрақ, достар, eBay нарығына неге кіруім керек? Енді сауданы біз Қазақстан әлемдегі ең аз мемлекеттердің біріне кіреді. Инстаграм арқылы әлі сауда істеп жүрген. Негізі бұл товарный бизнес давно маркетплейстерге шығып кеткен. Маркетплейстер арқылы сату керекпіз. Енді соңғы 3-4 жылда мен ең алғаш рет Валберсті айтқан кезде ешкім сенбеген болатын. Бұл не Валберс несі деп. Қазақстан нарығында қазақша біз Валберсті алып келдік. Дәл қазір eBay-да да Қазақстанда жалғыз біз қазақша аудиторияға ұсынып жатқан. Ал Валберс қазір қандай? Бүкіл Қазақстанда каждый 2 адамның бірі Валберсті біледі, мысал ретінде. eBay-да осындай нарыққа келеді. Ал ең басында бастаған кісілер Валберстан өте үлкен нәтижелерге шығып жатыр, өте үлкен селлер, FBO-мен жұмыс істеп жатыр. Тот же самый америкалық нарық, жалпы товарный бизнес маркетплейсқа келді. Осы тренд көбейеді. Осы жерде қаншалықты ерте бастап, қаншалықты ерте біліміңізді шыңайтып жұмыс істейтін болсаңыз, соншалықты үлкен мүмкіндіктеріңіз бар. Ертең осы eBay тренд болып, бүкіл қазақстандықтар айтып жүрген кезде, әттең сол кезде бастама бердім деп қалмаңыз. Мен тағы айтамын, мен 13 маркетплейспен жұмыс істеген адаммын. Бұл маркетплейстің болашағы именно қазақстандықтар үшін өте зор, және бүкіл Қазақстан барып eBay-ға товар сатса да ешқандай да конкуренция болмайды, себебі бүкіл әлем істеп жатыр. Сондықтан бұл нәрседен қорқа бермеңіздер. Сіздерге осыған дейін бірнеше возможностьтар келді, мүмкіндіктер келді. Кейде қолданған болуыңыз мүмкін, кейде жіберіп алған болуыңыз мүмкін, но очередной сізге тағы бір мүмкіндік, возможность, бірақ бұрынғы возможностьтардан үлкенірек, сәл басқаша. Келесі сұрақ, достар, неден бастаған дұрыс? Информация жинаңыз. Дәл қазір осы видеоны көрдіңіз, осыған дейін де информацияларыңыз бар. Біздің посттарды оқыңыздар, біздің арнайы айтқан фишкаларды көріңіздер, eBay туралы ақпарат алыңыздар деген сияқты. Содан кейін ең біріншісі бұл білім, достар. Білімсіз бұл жерде просто кіріп, басыңызбен кіріп алып, өйстіп қараңғы түнде далаға шығып кеткен адам сияқты боласыз. Ештеңе түсінбеуіңіз мүмкін, ағылшынша білуіңіз мүмкін, маңызды емес. Системасы сәл қиындау, мен сразу айтамын. Бұл жерде егер біліміңізді алып, көз қорға қол батыр дейді, бастап әрекетке кірсеңіз, өзінің ережелері бар, әрі қарай сізде нәтиже болады, білім аласыз, одан кейін сол білімді сразу же әрекетте қолданасыз. Енді бізде де бұл eBay обучениесі өзінде біз сразу практикаға кірсеміз, ешқандай артық сөз жоқ, без воды, грубо айтқан кезде, дәл осылай жұмыс схемасымен жүре аласыздар. Ал
действительно бастарыңызда білім болмай қазір жанып тұрған болуыңыз мүмкін. Иә, бастаймын, істеймін деген сияқты басыңызда білім болмай кіріп кетіп, мен талай адамдарды көрдім. Өз еркіммен, мен өзім де солай істегенмін. Өз еркіммен кіріп кеттім, бастадым, регистрацияның кезінде условно верификацияның өзінен қаншама қателік жібердім деген сияқты. Сол қателіктер маған аккаунтым блокқа кетті, талай проблема болды. Ол сіздің қалтаңыздан тебетін нәрсе. Білімді аласыз, просто ұзын жолды өзіңіз үшін қысқартып алатын боласыз. Обучение жайлы достар, обучение қанша уақыт болады және қалай өтеді? Обучение бізде 21 күн бойы болады. Формат онлайн. Кәсіп неге офлайн болмады десеңіздер, офлайнға физически және моральды энергиямыз жетпейді, бұл өте қиын. Және жұмысымыз онлайн болғандықтан, бір телефонның, компьютердің бетінде болғандықтан біз бұл нәрсені онлайн істейміз. Онлайнға үйрене беріңіздер, сіздер үшін де, біз үшін де өте ыңғайлы болады. Берілетін сол білім, ешкімнен ешқандай білетін методикамызды, білімімізді қысып қалмаймыз. 21 күн обучение плюс 2 айлық сопровождение. Енді қазір 21 күндік обучениеде біз кейбір студенттерімізден 1,5 айға дейін үйрете береміз, ешқандай проблема жоқ. Біз үшін себебі мен өзім осы eBay-ға қатты қызығамын. Басқа осыған дейінгі болған тот же самый Trendyol, Joom, Wildberries, Озон, Каспи, Amazon барлығын айта берсең жетеді. Сол маркетплейстерден кейін именно осы маркетплейске келіп, прям өзімнің көзім ашылғандай болды. Сондықтан да обучениені жасаудан мен жалықпаймын. Мен сіздерге каждый бір ақш нарығынан, Европа нарығынан бір тиын тапсаңыздар, мен сіздер үшін қуанатын боламын. Формат онлайн, арнайы видео сабақтарымыз бар, Zoom встречаларымыз бар, аудио хаттарымыз бар, жазба хаттарымыз бар, жабық чаттарымыз бар, методикаларымыз бар, поставщиктарымыз бар. Оның барлығы өте көп. Енді обучениені сіздерге мен модуль қойып айтып отыруыма болатын еді. Оның барлығы артық бос сөзге уақыт жоқ, сізде де бізде де уақыт жоқ. Сондықтан нақты әрекетке көшемін деген кісілерге, пожалуйста, біз сіздерді күтеміз. Обучение бағасын төмендегі номерге хабарласып біле аласыздар. Өзгеріп отырады, обучение бағасы өсіп отырады әрдайым. Енді дәл қазір ең арзан бағалардың бірі. Мен сіздерге сәттілік тілеймін достар. eBay болашақ, eBay сіздің өміріңізді өзгертуге бір себеп болуы мүмкін. Сондықтан да уақыттарыңызды кетірмеңіздер, бастаңыздар, істеңіздер. Өзіңіздің айналаңыздағы достарыңыз немесе кәсіпкерлерден бір шаққа алдыда жүріңіздер. Бұл мен үшін емес, сіздің өзіңіз үшін жақсы. Дәл қазір осы видеоны көріп болғаннан кейін өзіңіз үшін бір шешім қабылдаңыз және бисмиллах деп әрекетке көшіңіз. Мен сізге неден бастау керек екенін уже айтып бердім. Сәттілік тілеймін баршаңызға.